Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Астана қаласы Нұра ауданының Қаймұхан атындағы нөмір 90-шы гимназиясының информатика пәні мұғалімі Юсіп Юстан Ерғалиұлы боламын. Жалпы бүгінгі таңда Топик платформасының пайдалану ерекшеліктері жайында сіздерге айтып өтпекшімін. Жалпы қазіргі таңда заманауи және де өте үлкен деректер қоры жиналған, яғни қандай деректер қоры, электронды кітаптардың қоры жиналған бұл платформада өзіндік бір ерекше тұстары бар. Сол жайында тоқталып өтеміз және де басқа да оқушылардың қазіргі таңда қалай пайдалану деңгейлері жайында айтып өтетін боламыз. Жалпы әріптестер, қазіргі таңда Топик платформасының ерекшеліктері жайында өте қызықты мәліметтер өте көп. Солардың бірі қазіргі Топик бағдарламасы кітапханасы өзінің тапсырма тағайындауымен журналдар және бейне нұсқаулар, одан бөлек егер де Топик платформасында немесе мобильді қосымшасында қандай да ақаулар болса, оған көмектесетін өзіндік мәзірлері бар. Жалпы бұл платформадан бөлек мобильді қосымшаларда бар. Ол мобильді қосымшаларды көбінесе оқушылар пайдаланады. Көріп тұрғандарыңыздай, қосымша арқылы электронды кітаптарын ашып, оқушылар өз тапсырмасын орындап жатыр. Ал енді келесі кезекте, құрметті әріптестер, Топик платформасында оқу және белсенділікті бақылауды қалай жүзеге асыруға болады, сол жайында жасаған презентациямызды көретін боласыздар. Жалпы оқу процесінде бақылау қалай жүзеге асады? Әрине, ол сабаққа қатысу статистикасы арқылы, тапсырмаларды орындау арқылы, қиындық туғызған тақырыптар арқылы жүзеге асады. Ал мұғалімнің белсенділігі Топик платформасында өткізілген сабақтар саны, кері байланыс беру жиілігі арқылы, бағалау динамикасы арқылы әрине жүзеге асады. Қолданушылардың белсенділігі кірген адамдардың санына, көп қаралған бөлімдері арқылы жұмыс жасайды. Ал мониторингтің визуализациялаулары, ол әрине сабақтарға қатысу графигі, тапсырманы аяқтау статусы, қолданушының белсенділігі болып табылады. Енді оқу процесінің диаграммалық көрінісін Топик платформасында қалай ұсынуға болады десеңіздер, мінекей жалпы қысқада нұсқа көрінісі осылай көрінеді. Және де мұғалімдердің белсенділігінің диаграммасы көріп тұрғандарыңыздай осындай көрсеткіштер арқылы көрсетсек болады. Жалпы қорытындылай келе, Топик платформасында оның белсенділігін арттыру қалай жүзеге асады десеңіздер, оның өзіндік қадамдар болады. Ол бірінші жүйелі бақылау, мұғалімдерді қолдау және де платформаны жетілдіру. Көріп тұрғандарыңыздай, жүйелі бақылауды әрине оқу мен белсенділікті көрсеткіштерін тұрақты талдау болып табылады. Ал мына жердегі мұғалімді қолдау, бұл белсенділікті арттыруға бағытталған өзіндік бір семинарлар арқылы дамытуға болады. Және де платформаны жетілдіру, бұл негізі пайдаланушылардың кіру арқылы, онда қандай ақаулықтар болып жатыр, яғни тәжірибесін іске асыру арқылы, не болмаса аналитикалық құралдар деп айтамыз, біздегі базалық жүйелерді басқаратын негізгі жүйелерді тоже де дамыту арқылы іске асыруымызға болады. Жалпы осылай платформамыздың өзіндік диаграммасын және де статикалық мониторингін осындай кейіпте дамытсақ, Топик бағдарламасын қолданушылар көп қолданатындай жағдайға жеткізуімізге болады.